Адам өмірінде сәтсіздік жолы болмайтын кездер болады. Жолы болмау өздігінен болған жай емес. Оның пайда болуының себебі болады. Және сол себепті анықтауымыз керек. Егер бұл кезең сіздің өміріңізде созылып кетсе, демек сіз бұл қиындықтан шығу үшін әрекет жасап, қажетті шешім шығаруыңыз керек. Бірақ кейде әрекет жасауға дәрменсіз боласыз. Себебі сәтсіздік сіздің еңсеңізді әбден басып тастаған. Әрине, әрекет жасақсы келмегендіктен емес. Сол сәтсіздік көзін шырмап, әрекет жасауға деген қауқарда қалмағандықтан, мүмкін қорқыныштан әрекет етпей жүре береді. Тіпті өмірінде не болып жатқанын да сезбейді. Әйтеуір бір түсініксіз жай. Қазір сіздерге айтайын деп отырған ырым сіздің барлық сәтсіздіктеріңізді жоғалтып, жолыңыздың ашылуына септігін тигізеді. Ол үшін не істеу керек? Кешкісін ұйқыға жатар алдында бір ас қасық тұз алып, бір ыдысқа, мейлі ол банка немесе стакан, пиала болсын, кез келген ыдысқа салып, төсегіңіздің бас жағына, тумбочка немесе столдың үстіне қойыңыз. Ыдысқа салынған тұз түні бойы сол жерде тұруы керек. Таңертең тұрған кезде ыдыстағы тұзды оң я болмаса сол қолыңызға салып, ағып тұрған судың астында ұстап тұрыңыз. Тұз бұл сіздің проблемаларыңыз, ауру сырқау, тағы басқа барлық сәтсіздіктеріңіз екенін сезінуіңіз керек. Сумен аққан тұзбен бірге проблемаларыңыз ағып кетіп жатқанын сезіне біліңіз. Сол кезде мына сөздерді айтыңыз. Аққан тұзбен бірге барлық сәтсіздіктерім ағып кетті, жолым ашылды. Алақаныңыздағы тұз толық ағып кеткен соң ғана бет қолыңызды жуыңыз. Ал тұз салынған ыдысты қоқысқа тастаңыз. Осы ырымды жасаған соң сіздің проблемаларыңыз шешіле бастайды. Жолыңыз ашылады. Барлық сәтсіздік артта қалады.